Сәлем достар. Тіктөртбұрыштың ауданы. Демек бізде S тең 75-тен 16 метр квадрат деп жазып аламыз. Егер оның ені болса V деп алайық. V тең 15-тен 4 метр. Болса, онда тіктөртбұрыштың периметрі қандай? Пиді табуымыз керек. Пиді таппас бұрын бізде ұзындығын тауып алуымыз керек қабырғаның. Сонда S тең A көбейтілген V. Осы өрнектен A-ны тауып аламыз. Сонда A тең S бөлінген V формуласын аламыз. Орнына апарып қояйық. S-тің орнына 75-тен 16-ны қоямыз. Бөлінген 15-тен 4-ті жазамыз. Тең көбейтуге келтіреміз. 75-тен 16 өзгермейді. Көбейтілген 15-тен 4-тің кері саны 4-тен 15 деп жазып аламыз. 4 пен 16 4-ке қысқартылады. 16-ны өлсем 4. 15 15-ке бөлінеді. 75-ті өлсем 5 шығады. Шыққан сандарды көбейтіп алайық. Алымына 4, бөліміне 5 түседі. Сонда ұзындығы 5-тен 4 метр болады. Енді пидің формуласын жазсақ, 2 көбейтілген жақшаның ішінде A қосылған V. Пи тең 2 көбейтілген A-ның орнына 5-тен 4-ті жазамыз. V-ның орнына 15-тен 4-ті жазып аламыз. Он 15-ке келтіреміз. Сонда 15-тен 12 қосылған 15-тен 4 болады. Тең 2 көбейтілген 15-тен 16. Бізде қысқарту жүрмейді. 2-ні 16-ға көбейтеміз. Сонда алымы 32-ге тең болады. 15-тен 32 бұрыс бөлшек аралас санға келтірсек, 2,15-тен 2 метр болады. 544-ші есепте сұрақтар қарастырыңдар және есепті шығарыңдар дейді. Бізде сұрақ 2 жәшікте барлығы қанша килограмм жаңғақ бар деп алдық. Бірінші жәшікте бізде 4,5-тен 3 килограмм бар. Жазып алайық. Екінші жәшікте бірінші жәшіктен 5 есе артық жаңғақ бар. Демек 4,5-тен 3 көбейтілген 5 деп аламыз. Көбейтіндіні табу үшін бұрыс бөлшекке келтіріп алайық. Сонда 5-тен 23 көбейтілген 5-ті 1-ден 5 деп аламыз. 5 5-ке қысқарылады. 1-ден алымы сонда 23 болады. 1-ден 23 санын береді. Сонда екінші жәшікте 23 килограмм жаңғақ бар екен. Бізде енді барлығын табу үшін 2 жәшікті де килограммдарды қосамыз. Сонда бірінші жәшікте 4,5-тен 3 килограмм бар. Қосылған 23 екінші жәшіктікі. Екеуін қосқаны бүтіндер ғана қосылады. Сонда 27,5-тен 3 килограмм шығады.